Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін түріктің наны семет дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы майға жылы суды құйып, қант, ашытқы, кішкене шым тұзды салып, дәміне қарай аз-аздан ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамырды илейміз. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Келесі кезекте орташа отта күнжутты қозғап тұрып, дәл осылай қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң дайын болған қамырды алып, теңдей етіп 4 бөлікке немесе 8 бөлікке бөлсеңіз болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей ұзынша етіп, созып, содан соң екі басын бір-біріне келтіріп аламыз. Пішінге келтіреміз және шәрбатты қалай дайындалу керектігін астында описанияда қалдырдым. Дәл осылай ең алдымен шәрбатқа, содан соң күнжутқа ұнатып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Біздің түріктің наны семет дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сырты қытырлақ, ал ортасы жұмсақ болып шығады. Каналыма тіркеліп алыңыз, себебі алдағы уақытта көптеген рецептпен бөлісетін боламын.